Баршаға сәлем тағы да. Бүгін екінші сабақты жалғастырамыз. Бізде бүгін Rules of Reading. Бұл дегеніміз оқу ережесі. Бастаймыз. Екі о келеді бізде. У мен оқимыз. Book. Book дегеніміз кітап. Екі келгенде и мен оқимыз. Би. Ара деген мағынаны білдіреді. Е мен а. Тағы да и мен оқимыз. Ти. Бұл дегеніміз шай. К және х. Ч әрпімен оқимыз. Chair. Chair бұл орындық. С, х. Бұл ш болып оқылады. Fish. Fish балық. С және к бір ғана к мен оқимыз. Ол black. Black бұл қара түсті білдіреді. П, х. Ф мен оқимыз. Фото. Фото бұл өзіміз кәдімгі сурет. Т және х. С, з мен оқимыз. Бұл жерде бірінші з мен оқимыз. This бұл деген сөз. Thank, рахмет. Бұл жерде W және х оқылады. Екеуі у. What дегеніміз бұл не. Бұл жерде тек р әрпін ғана оқимыз. Write жазу. Н, г ың әрпімен болады. Song бұл өлең. К, н. Бұл жерде тек бір әріпті ғана оқимыз. Н әрпін оқимыз. No ол мен білемін. I know дегендей. Г, х. Осы жерде жақсылап түсініп алайықшы. Бұл сөз, бұл әріптер оқылмайды. Мысалы, мына жерде мынау оқылмайды. Осы әріптер оқылмайды. Сонда тек мынаны ғана оқимыз. Eno бұл жеткілікті деген мағынаны білдіреді. Ол деген сөз. Және бұл мысалы оқып көрейік. Tall ұзын деген мағынаны білдіреді.